Алматы облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қаласы. Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі Малжанова Шағала Бекмұратовна. Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу 3-ші тоқсан 110-ші сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғатқа саяхат, ж дыбысымен әрпі деп аталады. Бұл сабақта сен ж әрпін танисың, ажыратасың және оны дыбыспен сәйкестендіресің. Құрамында ж әрпі бар сөздерді буындап, тұтастай және түсініп оқисың. Ж әрпін көркем жазасың. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын ребус шешіп алайық. Бірінші суретте біз нені көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, 100 санын көріп тұрмыз. Екінші суретте бөрікті көріп тұрмыз. Бөрік деген сөздің алдыңғы 3 әрпін алып тастайық. Сонда балалар, қандай сөз шықты? Дұрыс айтасыңдар балалар. Жүзік деген сөз шықты. Жүзік сөзі қандай дыбыстан басталып тұр? Ж дыбысынан басталып тұр. Бүгінгі сабақта біз балалар ж дыбысымен әрпімен танысамыз. Қане, барлығымыз ж деп айтып көрейікші. Ж деп айтқан кезде балалар, өкпеден шыққан ауа ауыз қуысында кедергіге ұшырайды. Ж дыбысы созылып айтылмайды. Сондықтан да ж дыбысы дауыссыз дыбысқа жатады. Біз оны көк текшемен белгілейміз. Енді ж дыбысы бар сөздерге дыбыстық талдау жасайық. Жүзік сөзіне дыбыстық талдау жасайық. Жүзік сөзінде ж дыбысы сөздің басында тұр. Жүзік, 2 буын бар, 5 дыбыс бар, 2 дауысты дыбыс, 3 дауыссыз дыбыс бар екен. Енді балалар, әже сөзіне дыбыстық талдау жасайық. Әже, 2 буын бар, 3 дыбыс бар, 2 дауысты дыбыс, 1 дауыссыз дыбыс бар. Ж дыбысы сөздің ортасында тұр екен. Сонымен балалар, ж дыбысы дауыссыз дыбыс екен. Ол сөздің басында, ортасында кездеседі. Сөздің соңында көп кездеспейді екен. Енді балалар, ж әрпі бар сөздерді оқып үйренейік. Қане бірге оқиық. Жаға, жаса, жалау, жасау, жасыл, жайлау, жақсы, жаман, жылтыр, жауын, жарыс, жарас. Енді мәтінді оқиық. Жарыс, жарыс, жарыс. Жайлауда ат жарысы өтуде. Жанаттың аты желден де жүйрік. Жарастың жорғасы мықты. Кім жарыс мәресіне тез жетеді? Мәтінді оқып, осы сұраққа жауап беріп көр. Жарайсың. Келесі тапсырмаға қарайық. Жаңбыр тамшыларынан қандай сөздер құрауға болады? Балалар, мына суретте буындар берілген. Осы буындардан сөз құрап айт. Жарайсыңдар балалар. Енді келесі тапсырмаға қарайық. Қарамен берілген сөздердің мағынасын ажырат. Тұрма жай, қамыр жай. Суға жуа, тазаланды жуа. Бұл жерде қандай сөздер қарамен беріліп тұр? Дұрыс айтасыңдар. Жай және жуа сөздері. Бұл сөздерде нені байқадық балалар? Жазылуы мен айтылуы бірдей болғанмен мағыналар қандай екен? Қане ойланайық балалар. Енді балалар, бүгін біз ж әрпінің бас әрпімен кіші әрпін жазып үйренеміз. Ж әрпі 3 бөліктен тұрады.
жұмыс дәптеріміздің 18 бетіндегі ж әрпінің элементтері мен ж әрпінің бас және кіші әрпін, ж әрпі бар сөздерді әдемі, көркем етіп жазайық. Іске сәт. Балалар, бүгінгі сабақ бойынша өздеріңді бас бармақ арқылы бағалаңдар.